Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Менің аты жөнім Сагиндыкова Ардақ Сәнекеевна. Мен Қазақ агротехникалық зерттеу университетінде аға оқытушы болып жұмыс атқарамын. Дәл қазір өзімнің презентациямда сіздерге сарапшы рөлінде ұсынғым келеді. Тақырыбы: неліктен студенттер сөйлемейді? Сізде осындай жағдай болды ма? Сұрақ қоясыз, ал сыныпта тыныштық. Студенттер төмен қарайды, жауап бермейді, білмеймін дейді. Неге бұлай? Ал біз ойлаймыз, олар тақырыпты түсінбейді деп. Бірақ шындық басқада. Студенттер білмегендіктен емес, олар сенімсіз болғандықтан сөйлемейді. Олар қателесуден қорқады, қалай айту керегін білмейді, немесе сөз таба алмай қалады. Ендігі сұрақ: оларды қалай сөйлетеміз? Бірінші қадам — қауіпсіз орта құру. Студент түсінуі керек. Қателесу деген бұл қалыпты жағдай, қалыпты нәрсе. Сол үшін қатені бірден түзетпеуіміз керек. Алдымен тыңдаңыз, қолдау көрсетіңіз. Ал екінші қадам — оңай бастау, тақырыпты оңай бастау. Көп мұғалім бірден қиын сұрақ қояды. Мысалы: сенің ойыңша бұл мәселені қалай шешуге болады? Оның орнына я, жоқ сұрақтар, қысқа жауаптар арқылы бастағанымыз жөн. Үшінші қадам — дайын тіркестер беру студенттерге. Студент не айту керегін білмегенде үндемейді. Сондықтан мен ойлаймын, маған ұнайды, өйткені деген тіркестер беруге болады. Бұл студентке сөйлей бастауға көмек береді, қолдау көрсетеді. Төртінші қадам — әдеттегі сыныптағы 1-2 белсенді студент емес, барлық студентті жалпы сөйлеуге қатыстыру. Белсенді болуға ықпал жасау. Көп жағдайда 1-2 белсенді студент қана сөйлейді, шындығында я, ал басқалары тыңдаушы рөлін атқарады. Оның орнына жұптық жұмыс, шағын топ қолдану керек. Сонда әр студент сөйлей бастайды. Енді қорытындысына келген кезде, студенттер сөйлемейді, өйткені олар білмейді емес, олар өте сенімсіз болады. Сіздің міндетіңіз оларға сенімділік беру, көмек жасау, қолдау көрсету. Және есіңізде болсын, сөйлеу ол практика арқылы келеді, тек теория арқылы емес. Назар қойғандарыңызға рахмет. Осымен менің презентациям аяқталды. Қош сау болып тұрыңыздар.